Айтып кетейік, бүгін аяқ сүйек байланыстыра қалды. Одан кейін аяқ пен қолдың ұқсас өте систематикасы. Бірінші жамбас белдеу сүйектерін байланыстарынан бастайық. Жамбас белдеу сүйектерін байланыстары ішінде мықын сегіз көзі буынды ажыратып артикуляция саклеилияка. Он буын беттері жазық байламдары. Лигаментум сакроилияка вентралия, тарсалия, интрасея. Осы үшеуі осы буынға қатысты. Ал жалпы жамбас белдеуіне қатысты буындар келесілер. Бізде жалпы мықын сегіз көзі буын, яғни мықын сүйегі мен сегіз көз сүйегінің арасында түзіледі. Және құлақшалық беті фациус аурикулярис естерінде болса, аяқ сүйектерінің көріндері осы сабақты түсіну үшін жақсы. Енді байламдан айтып кетейік. Лигаментум сакроилияка вентралия сегіз көздің алдыңғы бетімен мықынның алдыңғы бетіне түседі. Лигаментум сакроилияка вентралия. Келесі тарсалия. Бізде артқа төменгі қылқан спина илияка posterior inferiorның crista sacralis lateralis арасында түседі. Crista sacralis lateralis спина илияка posterior inferior. И сол сегіз көздің 2 мен 4 сегмент арасында түсіледі. Лигаментум сакроилияка тарсалия. Осының арасында түсіледі. Үшінші лигаментум сакроилияка интрасея. Сүйек аралық. Естеріңізде болса, аяқ сүйектерін өткенде бізде құлақша тәрізді беттерінің үстінде бұтырмақтар орналасады, туберозитас. Мықында да, сегіз көзде де. Осы екі сүйек байланысқанда бұтырмақтар арасында кеңістік қалып кетеді. Ол кеңістікті бізде осы байлам толтырып береді. Лигаментум сакроилияка интрасея. Ол екі сүйектің мықты байланысуын қамтамасыз етеді, және бұл ең берік байлам болып табылады осы екеуінің ішіндегі. Енді бұл мықын сегіз көзге қатысты байламдар еді. Енді басқа байламдар талдап кетейік. Лигаментум сакротубералия. Сегіз көз, яғни сегіз көз бен бұйымшақ омыртқалардың арасында орналасады. Сондайына сүйегін бұтырмағы. Лигаментум сакротубералия осы тубер исхиадикум, жақ шондайнайтын бұтырмағы. Және міне бұйымшақ пен сегіз көздің арасында байламымыз лигаментум сакротубералия. Байқасаңдар, байлам ары қарай рамус инфериор арқылы пубис пен рамус оссис исхи арқылы мен жалғастыру байламы екі жақтан. Бұл біздің орақ тәрізді өсімден түсіп процессы фальцифомыздың пішіні ораққа. Енді лигаментум сакроспинальный сегіз көз бен құйымшақтан сегіз көз қырқаларының арасынан спина исхиадика келіп кетеді. Спина исхиадика және сегіз көз бен құйымшақ арасындағы орын кеңістік. Соның арасында лигаментум сакроспинальный түсіледі. Бұл екі байлам өте маңызды. Аяқ сүйектерін айтып кеткен оны. Фораме исхиадика майыр және миндер түсіледі. Аяқта мускулус периформис өтеді, алмұрт тәрізді ұшады. Оны фораме супрапериформис, инфрапериформис арқылы артерия, вена, нерв өтеді. Және лигаментум илиолумбали 4 пен 5 бел омыртқаның көлденең өсіндісімен мықын қырқасы арасында түсілетін байлам. Лигаментум илиолумбалиның алдынан қараңғы өрісінің артынан. Бұл бізде буынды мықты қылады, берік қылады. Мықын сегіз көз буынын берік ұстау қызметі. Және мембрана обтуратора жапқыштық тесік бар. Жапқыштық тесік фораме обтураториум, соны жабады мембрана. Бірақ байқасаңдар, бізде сүйектер өткенде сулькус обтураториясы бар жүлге. Ол жабылмайды. Осы жүлге бізде каналға айналып кетеді. Каналис обтураториясы. Бұл арқылы артерия обтуратория, нервус обтураториясы өтеді. Енді бізде жартылай буынға гемиартроз, симфиз, қасаға симфизі. Ода бізде дискісін ажыратамыз. Ішкі бөлігінде буын қапшығы болмайды бірақ. Яғни жартылай буын. Оның үстіңгі буын, байлам лигаментум пубикус супериор және инфериорды ажыратамыз. Кейбірісі инфериорды аркуатум деп доға тәрізді байқасыңдар пішініне. Басқа кітаптарда аркуатум деп атайды. Бұл бізде жамбас белдеуінің байланыстары, енді аяқтың еркін сүйектерінің байланыстары. Бірінші ұшық буыны артикуляция кокса 3 бөлікті жаңғақ тәрізді буыны қарапайым буынға жатады, екі сүйек арасында түзіледі. Ортан жілік пен жамбас сүйегінің арасында
буын капшыгына катысты онун сырткы және ички байламдарын ажыратабыз. Сырткы байламдар. Бизе жамбас сүйек 3 сүйектен турат эне. Или, мыкын, касыгы, бубес және шондагы иски. Соған байланысты осы 3 сүйектин байланысатын 3 буын. 3 байлам түзүлөт міне. Бул буын капшыгынын сыртында орналашат. Буын капшыгы капсула чөкүлмө. Сыртында орналашат. Осы байламдар. Де мыкын сан байламына келек. Бұл бізде спина илиак антерий инфериор менен линей интертрахантерик арасында орналасат міне. Бізде спина илиак антерий инфериор кылканы төменгі алдыңғы. Және міне ортанчылыктын алдынан караганда бізде эки төмпөкчүнүн арасында бізде сызык орналашат линей интертрахантерик. Сол экөөнүн арасында бізде лигаментум илиофемораль кызмети менен жазкоо. Ошол буун жазылуун тежейт, болгон текстүү. Касак сан байлам лигаментум пубофемораль корпус пубис пен рамус суперосис пубис арасында және линей интертрахантерик арасында болот. Осы байлам. Кызмети менен сайкес жазып коем. Кызметтерин өздөрүн окуп аларсыңдар. Яғни жамбас буын алшақтап қозғалуын тежейді. Яғни жамбас біз аяқты бүйірге қарап қозғалсақ, осы байлам қарама-қарсы тартады да, шамадан артық қозғалысты тежейді, буынды зақымдайтын. Шондонай сан байлам лигаментум исхиофемораль денесімен шондонайдың және трахантерик майыр арасында орналасады. Ол бізде артында орналасады. Артынан ғана көресіз. Корпус осис иски және артында трахантерик майыр арасында орналасады. Қызметі менен жазып қойған. Бұл сыртқы байламдар. Енді бізде буын капшыгынын ички байламдарын ажыратабыз. Айналма белдемше. Зона орбикулярис. Зона орбикулярис мыкын сүйегин туура жана кылкандан башталат. Бир кызыгы ол ортанчылык мойну оройт да, артынча сол кылканга кайтып барат. Кызмети жамбас буунун түзүтүн салмакчылык. Яғни ол сүрөттө сары турат. Спина илиак антерий инфериордан башталат да, бізде ортанчылыктын мойну ороп, туура сол кылканга кайтып барат. Ол бізде мына сүрөттө жакшы көрсөтүлгөн. Бул буун капшыгынын ичинде орналашат. Енді бізде ортанчылык басым жумур байлам бар, лигаментум капицис феморис эстери болсо, бізде фовея капицис деген бар, ортанчылыкта шуңкур басында. Сол шуңкурда сайкес байламы башталат да, бізде инcisura ацетабулите орналашатын лигаментум трансверсус ацетабулиде аякталат. Міне. Яғни мына жакта бізде тилик бар эди. Мына жак бізде кеңістік болуп калат, нет тилик. Осы тиликте бізде буындук оюстун көлденең байламы орналашат. Лигаментум трансверсум ацетабулум. Осы ацетабулумге бізде ортанчылыктын буындук шуңкурунан башталатын лигаментум капицис феморис кеп бекийди. Бул бізде ички байламдар. Вот, яғни ошол буунда айтып кететін нерсе болсо, дагы бир айтып кететін кичкентай бир нерселер бар. Майда элементтер онун. Корпус адипоз майлы денешиктери, дагы кошумча элементтери бар. Енді бізде тизе буыны артикулятор генус иен күрделі, иен ірі буындардын бири. Оған 3 сүйек катышат: асыкта желек, ортан желек және тизе тобуга. Топография орналашууна катысты туура ушул буундагыдай буун капшыгына катысты ички байлам және сырткы байлам ажыратабыз. Ички байламда 5 байлам жатат. Ол алдыңғы крестерзе байлам, арткы крестерзе байлам, алдыңғы мениз және арткы мениз сан байлам және тизен көлденең байлам. Биринчи ички байламдарын талдап. Яғни міне. Biz алдынан қаран көрсін, егер ортанчылыкты алып тастасак, үстінен қарасақ, біздің мынандай көрініс шығады. Мениска естерме болса. Енді бізде алдыңғы крестерзе байлам, міне, лигаментум крукиатум антериор. Ол бізде алдыңғы айтаршық алан деген бар. Сүйектікті айтып кеттік аяқ сүйектерінде. Алдыңғы айтаршық алан мен латералды менискінің ішкі бетінің арасында орналасады. Яғни осы екеуінің арасында бізде алдыңғы крестерзе байлам орналасады. Артқы крестерзе байлам, артқы айтаршық алан мен медиалды менискінің ішкі бетіне орналасады. Мына жаққа просто кесіп тастағанда, яғни орналасу негізінде байқасаңдар крестерзе орналасып тұр.
Жана бизде миниска фемораль, мениск самбарян бар. Алдыңга жана артында экөө да крест тәризиси менен окшош өтө. Шатастырып алмау керек. Бул жакта алдыңга миниск байлап көрсөтпөгөн негизи, онун ордуна алышы эмне лазерный указка менен